Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші тоқсан бойынша бажаба 3-ші нұсқа есебі, бірінші және екінші нұсқада есеп каналдарында бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Ал ендеше 3-ші нұсқаның есептерін бастайық. Бірінші есеп, есептеңіздер дейді. Бізге косинус 5π бөлінген 12 азайтылған косинус π бөлінген 12 берілген екен. Біз білесіздер, бізде мына 8-ші формулаға саламыз, азайтындыны көбейтіндіге айналдыру формуласы бойынша, яғни -2 синус x плюс y, яғни 5π бөлінген 12 қосылған π бөлінген 12 бөлінген 2 көбейтілген синус x минус y 5π бөлінген 12 минус π бөлінген 12 бөлінген 2. Ал енді есептейік. Бұл жерде -2 синус 6π бөлінген 24 болады. Көбейтілген синус 4π бөлінген 24. Қысқартатын болсақ, -2 синус π бөлінген 4 болады. Синус π бөлінген 6 болады. Яғни мына жерде 6-ға қысқарттық 4, мұнда 4-ке қысқарттық 6 қалады. Ал енді осыдан орнына мәнін қойық. Сонда -2 көбейтілген синус 45 градуста біраз 2 бөлінген 2-ке тең. Синус π бөлінген 6-да, яғни 30 градуста 2-ден 1-ге тең. 2 мен 2 қысқарады. Сонда бізде минус біраз 2 бөлінген 2 деген мәніміз қалады екен. Келесі екінші есеп. Екінші есепте өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Яғни берілген жазайық. Косинус π бөлінген 6 қосылған бета қосылған косинус π бөлінген 6 минус бета. Біз бұл жерде екінші формуланы пайдаланамыз. Ал енді екінші формулаға салайық. Екінші формулаға салатын болсақ, бізде косинус π бөлінген 6 косинус бета. Қараңыздар, жақшаның ішінде бізде плюс болса, демек арасы минус болады. Сонда бізде минус синус π бөлінген 6 синус бета қосылған. Енді екінші косинус, бұл жерде жақшаның іші керісінше минус, демек синустың алды плюс болады. Сонда косинус π бөлінген 6 косинус бета қосылған. Қосылған бізде синус π бөлінген 6 синус бета. Синус бета барымыз қысқарады. Синус π бөлінген 6 мен. Сонда бізде қалады 2 косинус π бөлінген 6 косинус бета. Ал енді косинус 30 градуста мәнін жазайық. Сонда 2 көбейтілген біраз 3 бөлінген 2 косинус бета. 2 мен 2 қысқарады. Сол кезде біраз 3 косинус бета деген мәніміз қалады. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте тепе-теңдікті дәлелдеуіміз керек. Ол үшін алдымен мына нәрсені ескерейік. Котангенс альфа деп отырғанымыз ол косинус альфа бөлінген синус альфа. Енді біз котангенс 3 альфаға келтіру үшін косинус 3 альфа бөлінген синус 3 альфаға келтіруіміз керек. Ал енді берілгенін жазып алайық алдымен. Бұл жерде косинус 3 бета қосылған косинус 5 бета қосылған косинус бета. Бөлшектің бөлімінде синус бета қосылған синус 5 бета қосылған синус 3 бета. Енді біз бұл жерде косинус 3 бета, синус 3 бета тиіспейміз. Яғни сол күйі жазып қояйық. Косинус 3 бета қосылған. Енді бізде косинус 5 бета қосылған косинус бета. Яғни біз мына жерде 7-ші формуланы пайдаланамыз. 7-ші формула бойынша жазатын болсақ, бізде 2 косинус x плюс y бөлінген 2. Яғни 5 бета қосылған бета бөлінген 2 косинус. Мына жерде 5 бета минус бета бөлінген 2. Бөлшектің бөлімінде синус 3 бетаны мен мұнда жазайын. Қосылған. Енді синус 5 бета қосылған бета. 2 синус 5 бета қосылған бета бөлінген 2. Мына жерде косинус 5 бета минус бета.
Бұл жерден қосудың орны алмастырғанмен қосындының мәні өзгермейді ғой, сол себепті мен осылай жаздым. Енді тең болады. Бөлшектің алдында косинус 3 бетта қосылған 2 косинус 3 бетта болады, көбейтілген косинус 2 бетта бөлшектің бөлімінде синус 3 бетта қосылған 2 синус 3 бетта көбейтілген косинус 2 бетта. Бөлшектің алымынан косинус 3 беттаны жақшаның сыртына шығарамын. Сол кезде жақша ішінде 1 қосылған 2 косинус 2 бетта қалады. Бөлшектің бөлімінде синус 3 беттаны шығарамын. Сол кезде 1 қосылған косинус 2 косинус 2 беттамыз қалады. Сонда жақшаларды қысқартамын. Сонда бізде қалады котангенс 3 бетта. Осымен біздің теңдігіміз дәлелденді. Келесі нұсқасы каналымда шығатын болады. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.